Assalomu alaykum barchalaringizga. Changan жаңа машиналардың бәрі қаңылтыр деп айта береді адамдар ше. Осы қанша видеода салған корейский машина, китайский машина жаңалардың основасы өте қатты болады деп ше. Сыртқы детальдары енді есік, обложка задний крыло, передний крыло олар жұқа болады. Өйткені весті соответствие ету керек та. И одан кейін барып мысалы стальной қосуға болады. Мен сверлить етіп алдым. Ұрған кезде өзіне обратно ұрады ғой. Мысалы қазір ланжонда шкафтысы бар да мынандай. 10 тоннадан ғой негізінде дампиратта ше, 10 тонна күш қосады. Нақыл екеуін қосқанда 5-5 тоннадан 2 дампират 10 тонна беріп жатыр дейді. Мына шкафтың жайылып жинақилы ма? Бұның бәрін қыздырып қоймақ шкафты керек болады. Если осының орнында қазір Toyota либо Mercedes бұрынғы ескі машиналардан и Toyotаның жаңалары болса да, олардың металлдың свойствосы басқа да давно уже жұлып туырлап қойған болады. Послушный да олардың металлы. Мынау енді стальной болғаннан кейін қиын болады. Так что Қытай машинаның сырты жұқа екен деп, іші де жұқа деп ойламаңыздар.